Сұрақтар негізі сізге көп. Азиядан келген инвесторлар болса, оларға мынау адам тану керек. Осы неден сіздерде шығыс тым көп па, немесе сіздер астабастар ма? Кейіннен Алматы облысының үлкен проблемалар ол мынау біздің саяжай. Қандай порогтан асқаннан кейін республикаға кетіп қалады? Проблема көп қой енді. Проблема көп. Қай аудан ең көп салық жинайды? Өндірістер бар, ауыл шаруашылығы бар, туризм бар. Алматы облысын Қазақстан мен орталық Азияға темекі шегетін адамдар асырап отыр ғой, потому что табачканың орталығы да. Енді тағы бір сұрақ, автопром. Қызығушылық бар. Әкімдердің бәрін ең жақын казиноға отқан адамсыз ғой. Ең жақын казиноға отқан әкім. Олардың салықтары өте қомақты. Жалпы оларға қатаң регулирование болмаса да болмайды. Ол шетелдіктен бәрін біздің казиноға келіп біздің адамдарды көп ойнатпай. Мынау Кеген, Нарынқол ауданы ол тек қана қазір ауыл шаруашылығы аудандары емес, қазір туристік ауданға айналып бара жатыр. Ұялы байланыс операторымен сізде бір диалог бар ма? Енді ол кезде бәрі Алматы облысы болды ғой. Жақсы, енді Алтын Орда мемлекеттің оған көп тісі батылған жоқ. Өзі жеке мемлекет болды, мемлекет ішінде прокуратура, салық органдары барып, әлемдік бағалардан қорғалған. Әлемде не болса да Алматы облысына ештеңе болмайды. Армысыздар, экономика, бюджет, қаржы бізде көп талқылана бермейтін, бірақ ең маңызды мәселелер. Біз бүгін өңірлік экономика подкастын бастап отырмыз. Алғашқы қонағымыз біз үшін ең маңызды өңірдің бірі Алматы облысы. Алматы облысының әкімі Марат Елеусұлы Сұлтанғазиев. Қош келдіңіз. Сұрақтар негізі сізге көп, бірақ оның бәрі кәсіби болады. Тек қана ішкі механизмдер, инвестиция, бюджеттік аралық механизмдер, донор реципиент, осының бәрі экономический расчет дейді, қалай жүреді, осыны бір кәсіби подкастта талқыласақ. Экономиканың көзі қазір енді шын айтқанда инвестиция болып тұр, сырттан келетін инвестиция. Себебі ішкі резерв дейді, оның бір несі таусылған сияқты потенциалы. Сырттан келетін ақша біздің экономиканы қозғай алады, шынымен де. Осы ретте енді облыс былайшалыққа айтқанда инвестиция тартымды жер ғой. Алматы облысы инвестиция тартымды. Қазір осы процесс қалай жүреді? Инвесторлар сіздер қалай тартасыздар? Барып сөйлесесіздер ме? Өздері келген инвесторды қабылдайсыздар ма? Олар осы процесс қалай жүруде? Қайырлы күн. Енді бұл өте бір үлкен мәселе. Бүгінгі экономиканы көтеру, қандай резервтерді тарту. Енді бағанағы сіздің бірінші тезисіңіз мынау ішкі резервтер таусылды деген ол енді жалпы экономист ретінде мынау регионның басшысы ретінде онымен келісе алмаймын. Негізі ішкі резервтерде өте көп. Оның да потенциалы әлі толық ашылған жоқ. Жалпы қазір көп жұмысты істеп жатқан осы өзіміздің жергілікті кәсіпкерлер. Ары қарай да олар кеңеюге дайын. Біздің облыста да жағдай дәл сондай. Бірақ сыртқы инвестиция әрине ол да бізге үлкен мүмкіндік береді. Бізге ол тез қарқынды алуға мүмкіндік беріп жатыр. Сол себептен әрине ол шетелдік инвестициямен де біз жұмыс істейміз. Оларға жағдай жасау, оларды дұрыс қабылдап, дұрыс түсіндіру жұмыстарын жүргізу, ол бізде былай ұйымдастырылған. Жалпы Алматы облысында әр облыстағыдай сол саланы куратор өзімнің орынбасарым бар. Кейіннен кәсіпкерлікті дамыту, инвестиция жөніндегі өзімнің советниктерім бар. Кейіннен осы профильный басқарма бар. Олар сонымен айналысады. Одан басқа бізде социально-предпринимательская корпорация дейді, ол бар, СПК Қонаев деген. Кейіннен Алматы облысында Алматы облысын дамыту орталығы бар. Сол әркімнің өз міндеттері бөлінген, әркім өз жұмысын біледі. Мынау Алматы облысын дамыту орталығы ол толық реестр жүргізеді. Қандай инвестор келді, бүгінгі күнге онымен жұмыс жүру қай деңгейде екен. Сәл ғана бірінші кездесу ғана болды ма, немесе меморандумға жеттік па, ары қарай басқа жер мәселесі, архитектура мәселесі қалай пысықталып жатыр, олар толық соны бір терезе сияқты жұмыс жасайды. Ол жалпы облыс бойынша. Ал енді өздеріңіз білесіздер, бізде тағы да үлкен
жоба ол Алатау қаласы, Қонаев қаласы. Алатау қаласы толық мынау арнайы экономикалық аймаққа кірді. Кейіннен Қонаев қаласының жаңа жағалауы, перспективалық жері, ол да арнайы экономикалық аймаққа кірді. Ол жақта өзіміздің СЭЗ Алатау деген құрылды. Алатау деген арнайы экономикалық аймақ, ол көлемі өте үлкен, 96 мың гектар. Олар бөлік жұмыс жасап жатыр, өйткені бұлар сол көбінесе осы қаланы дамыту бойынша. Әрине ол қаланың өзінің концепциясы бар, соған байланысты. Енді диалог қалай жүреді? Бізге көп инвесторлар келеді. Біз де шетелге көп шығатын болдық. Кеше ғана Москвада менің орынбасарым, бағана кеңесшім, СЭЗ-дің басшысы, олар болды. Бүгін қайтты. Ол жақта үлкен БРИКС-тің форумына қатысты. Қазақстаннан жалғыз облыс сол жаққа қатысқан. Ол жақта да біраз B2B кездесулер өткізді. Кейін енді қазіргі келіп жатқан инвесторлар көбісі оңтүстік шығыс Азиядан келіп жатыр. Ол себептен біз өзіміздің коллективке ағылшын тілінен басқа Қытай тілін білетін, басқа тілдерді білетін мамандарды алып жатырмыз. Ол да осы диалогты жүргізуге үлкен септігін тигізуде. Өйткені сол тілде сөйлеп, сол тілде диалог жүргізіп, ары қарай ең бастысы олармен қарым-қатынасты үзбеу. Енді қанша инвестор болса да, олар бірінші рет танысуға келеді, турист болып келеді. Кейін ары қарай қарым-қатынас дұрыс болса, одан кейін жұмыс жасайды. Европалық, енді америкалық жобалар, олар кішкене спецификасы басқа. Олар таза расчетпен жүреді. Олар есептейді, маркетинг жасайды, содан кейін кіреді. Ал Азиядан келген инвесторлар болса, оларға адам тану керек. Кіммен істейміз? Олар ментальность кішкене басқаша. Ол адам танып, адамға сенім пайда болған соң ғана жұмыс жүру бастайды. Олар тек қана біздің регламенттерді көрсетсе, олар танысады, көреді, бірақ кейін қашқалақтайды. Сол үшін олармен кішкене спецификада басқаша. Оларды солардың тілінде сөйлеп, өйткені бізде барған кезде соны байқаймыз. Оларда делегацияны күту механизмдері, протоколдары басқаша болады. Сол себептен әрине әркіммен өз тілінде сөйлесу керек. Өзімізге деген сенімді артып, сөйтсек, ол дұрыс деп ойлаймыз. Сондай. Бізде мынандай система бар ғой. Проекттерді негізі дайындап қояды да, инвестор келсе проект көрсетеді, проекттеріміз осындай инвестицион проекттер бар деп дайындап қоясың. Кейбір инвестор мысалы өз видениесімен келсе, өзінің проектісі, өзінің видениесімен, ол кезде қалай болады? Сіздерде утвержденный проекттер бар. Ана жақта енді өз проектісімен келіп отыр. Енді бекітілген проектілер бар. Бұрыннан Қазақ инвесттен бізге жеткізілген өзіміздің проектілер, өзіміздің ойларымыз бар. Әрине, облыста біз әр ауданның өзінің мамандырылуы бар ғой. Қай салада қандай проект болу керек екен. Бірақ инвестор келген кезде ол өз жобасымен келсін. Әрине, ол өз жобасын алып келген соң, ол сеніп келеді сол жобаға. Біз тек қана оған сол жағдай жасауға тырысамыз. Ол деген жер мәселесі, архитектура, энергетика, инженерлік жүйелерді солар бойынша оларға көмектесуге тырысамыз. Енді ол жағынан бізде индустриялық аймақтар құрылған, сол жақтан жерлерді ұсынамыз, өздері сонда барады. Ары қарай қандай өндіріс болса, бізге ең бастысы сол жұмыс орны, ары қарай төлейтін салығы болса. Сізде налогообложение емес, салық төлеу. Сізде қандай преференция болады? Сізде преференция бар. Бүгінге Алатау қаласының шекарасы толық бекітілу керек. Қазір сол жұмыс жүріп жатыр. Толық шекара белгіленген соң сізға уже резиденттерді тіркеу бастаймыз. Жалпы ол жақта бүкіл Қазақстан сіздер сондай, корпоратив салықтан босатылады, қосымша құн салығынан босатылады, жер салығынан уақытқа ғой. Сондай. Әрине ол сіздер 25 жылға дейін ашылады, бірақ жобаға байланысты. Ал бағанағы индустриялық аймақтарда ол жақта салықтық жеңілдіктер жоқ.
Ол жақта тек қана бағанағындай жер, инфраструктура, сол жағынан біз жақтан көмек болады. Сондай. Жақсы, кішкене инвестицияны жақсы түсіндіріп кеттіңіз. Енді бюджет бойынша енді рейтингтерді қараймыз, жаңағы бюджетный түсімдер дейді. Ол бойынша енді Алматы облысы 4-ші орында республика бойынша. Алматы, Астана, одан кейін Атырау облысы. Бірақ осы үшеуі донорда Алматы облысы әлі енді кішкене нені жетпеді ғой, өйткені сіздердің шығыстарыңыз да көп та. Осы өз тапқандарыңызда әлі кішкене жеткізе алмайсыздар ғой. Осы неден сіздерде шығыс тым көп па, немесе сіздер аз табасыздар ма? Енді бір жағынан шығыс ол да жылдан жылға өседі. Өйткені бағана мен айтқандай өзіміздің үлкен жобаларымыз бар. Оның бәрі бір жағынан халыққа жағдай жасау бағытында, екінші жағынан ол мынау кәсіпкерлерге жаңа мүмкіндік беру. Ол кәсіпкерлер ертең уже аяғына тұрған соң әрине салық қайтарымдары болады. Бүгінгі күнге бәрі білет, енді инженерлік жүйенің бәрі тозған көп жерде. Кейіннен Алматы облысының үлкен проблемалар ол мынау біздің саяжай. Ол 674 саяжай бар. Онда почти 180 мыңнан астам халық тұрады. Оның бәрін жағдайын дұрыстау керек. Оның бәрі шығын. Бүгінгі күнге біз 350 саяжайды ауылдың шекарасына қостық, ауылдың ішіне кіргіздік. Ары қарай енді сонымен кезең-кезеңмен айналысу керек. Әрине оған осы жергілікті бюджеттен біраз шығын болады. Оның үстіне бағанағы 2 жоба бар. Ол Қонаев қаласы, кейіннен Алатау қаласы. Ол жақта да өндіріспен бірге тұрғындардың жағдайын жасауымыз керек. Ол да қосымша шығындар. Әрине оны толық біз жергілікті бюджеттен күшіміз оған жетпейді. Өйткені ол мынау мемлекет деңгейіндегі, ал Алатау қаласы болса, ол халықаралық жоба деп айтса болады. Сол себептен бізге республикалық трансферттер әрине көмек ол жақтан керек болады. Бірақ айтып кету керек, алдыңғы жылға былтырға қарағанда бізде биылғы республикалық трансферттер төмен. Былтыр 185 миллиард болса, ал биылғы 183 миллиард. Бірақ ол осы біздің облыста ғана ғой деймін. Өйткені жылдан жылға жергілікті трансферттер әр облыста өсуде. Бізде енді биыл салықтық түсімдер 26% несімен қарқынмен келе жатыр. Осы қарқынды сақтап қалсақ, біз толық бюджетті орындаймыз. Былтыр бюджет бізде өте қиын болған. Өйткені бірнеше үлкен компаниямыз, олар үлкейіп кеткен соң, табыс салығын республикалық бюджетке төлеуге көшті. Егер олар кіші, орташа бизнес болып жүргенде, осы жергілікті бюджетке төлеуші еді. Олар өсті, сол себептен олардың салықтары республикаға ауысты, бізде біраз дефицит болған кезде болды. Ол дефицитті біз тек биылғы салықтармен ғана былтырғы желтоқсанның айының жаптық. Сондай 17 миллиард. Биылғы дефицит пен былтырғы дефицит салыстырғанда биылғы дефицит көп бола ма, аз бола ма? Енді биыл біз дефицитсіз шығамыз деп ойдамыз. Дефицит болмай ма? Иә, биыл біз қанша салық түсіреміз, сонша шығынды жоспарладық. Сол бірге келеді. Енді бірақ даму мәселесі ол басқа ғой. Даму үшін қосымша қаражат керек. Инвестор тарту үшін оған да жағдай жасауымыз керек. Әрине, сол себептен біз қазір мынау мемлекеттік жеке серіктестік дейді, ГЧП, сол жағын біраз дамытудамыз. Бірнеше жобаларды сонымен жылжыттық. Элементарно мынау біздің ең бірінші сондай прецедент болды. Ол индустриялық аймақ, Қайрат деген, сол жақта соны жасадық. Біз где-то 12 миллиард жұмсадық, бірақ 90 миллиардқа дейін онда инвестиция тарттық. Анау камералар қою сергекке біз бір 200 миллиондай ма жұмсадық, бірақ биыл айыппұл почти 3,5 миллиард өндірдік. Плюс алып келді. Иә, сондай жобаларды. Парокты біліп алайық. Қандай пароктан асқаннан кейін республикаға кетіп қалды?
кәсіпорын? Ол енді кәсіпорын үлкен бизнес болған кезде, ірі бизнеске айналған кезде, сол кезде кетеді. Бізде сол екі букмекерлік компания кетті, өйткені ол адам санына, кейіннен оборотына байланысты болады. Сондай. Оны анау қаржы министрлігі кейін экономика министрлігі сол тізімді бекітеді, содан кейін ол республикаға төлейтін болады. Сол кезде кішкене бюджетке не түсім азаяды. Сол кезде жергілікті бюджетке азаяды, бірақ енді олардың мынау жергілікті бюджетте қалатын салықтары бар ғой. Ол мынау жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, олар жергілікті бюджетте қалады. Тек қана мынау корпоративтік табыс салығы солар ғана республикаға. Бірақ оларда енді игорный бизнес болса 25 қой, иә? Оларда жақсы. КПН-дар өте жоғары, ставкалар жоғары. Иә, олардікі жақсы төлемдер. Бюджетное планирование дейді ғой, бюджетті жоспарлау. Облыста. Енді барлық бірдей ғой, негізі барлық облыстардың системасы. Қазір баяғыдан өзгерді ме? Қазір жалпы системасы қалай жаңа жоспарлайсыздар? Заявка бересіз, ала ма, или сіздерде басқа бір система ма? Содан кейін жаңа әкімдер келеді ғой, аудан әкімдері. Олар енді сайланып келген адамдар, олар көп біле бермейді осы ішкі системаны. Осы кезде қалай олармен жұмыс істейсіздер? Бюджеттік процесс сол бұрынғыша қалған. Кәдімгі мынау өтінімдер беріледі, өтінімдер қаралады, кейіннен кіріске қарай, жоспарға кірістеріне қарай ол өтінімдер қаралатын болады. Бірақ жалпы ең бірінші кезекте мынау шығын болса проблема көп қой енді. Проблема көп. Жол мәселесі, бағанағы инфрақұрылым мәселесі бар, мектеп, аурухана, басқа. Сол себептен біз енді ойымыз мынау теңгерімді дамыту. Облыстың ішіндегі ауылдарды. 1033 проблема ауылдардан жинағанбыз. Оны әрқайсысын талдап көргенбіз. Енді дұрыс приоритет беру сол шығындарға. Енді халыққа да түсіндіреміз, өзіміз халықпен кездесу кезінде де айтамыз, әрине көп адамдар көтереді, біздің жол бәленбай жыл болды, жөнделген жоқ. Біз түсіндіреміз, аға, мынау жолда күніне 20 машина жүреді. Анау жолда күніне 2000 машина жүреді. Сол себептен осыны жөндейік. Немесе мынау мектеп жолын балалар жүреді, осының электр жүйесін дұрыстап берейік деп. Сондайлар болады. Сол теңгерімді дамыту. Бүгінгі күнге бізде 80 сондай ауыл бар. Жағдайы төмен. Сол 80-нің жағдайын дұрыстау бойынша жұмыс жасаймыз әрине. Кейін енді биылғы бюджетте қазір уже жарты жылдан астам уақыт өтті. Қазір біз бастаған жұмысты аяқтауға соған бағыт алып жатырмыз. Пока жаңа жоба бастамаймыз, бастағанымызды аяқтайық. Кейін жылдың аяғына қарай көреміз. Қаражатқа байланысты қандай бастамалар бар екен. Бірақ әр затқа, әр бір жобаға жобалық сметалық құжаттарды дайындап қою керек. Өйткені ол 3 жыл бойы жұмыс болады, 3 жыл бойы күшіне болады. Сол себептен әрқашан оған біз де дайын тұруымыз керек. Ең проблемалық район, аудан қайсысы? Сол жаңа ауылдар көп проблемалық. Енді әр салада әртүрлі ғой. Егер мынау шалғай аудандарды қарасақ, ол жақта газ жетіспейді. Әрине халықтың жағдайы төмен. Бірақ егер адам санымен санасақ, шалғай аудандарда бір ауданда 30 мың халық тұрса, қаланың төңірегінде бір ауылдық округта 30-50 мың адам тұрады. Сол себептен әр жерде өзінің проблемасы бар. Ана жақта газ жоқ болса, мына жақта 3 ауысымды мектептің проблемалары көп. Жол мәселесі, кейіннен автобус проблемалары бар. Әр жерде әрқалай, бірақ проблемасы жоқ. Ауыл бүгінгі күнге жоқта шығар. Әр жерде, бірақ әрқайсының өзінің масштабы әртүрлі да, бағанағындай. Кейде бір ауылда 1000-жарым адам тұрады, мына жақта 50 мың адам тұрады. Сондай. Проблемадан налогқа қайтып келейік, салыққа. Қай аудан ең көп салық жинайды? Және не есебінен олар беріп жатыр салықты дейді? Енді бізде әрине өндіріс көп, аудандар салық көп жинайды.
ең ірі арасындағы Іле ауданы. Вот, Іле, Қарасай, Талғар, ары қарай Еңбекшіқазақ, солай кетеді. Жалпы сондай. Талғарда не бар? Талғарда да өндірістер бар, ауыл шаруашылығы бар, туризм бар. Ол да мынау қазір бірнеше заводтар ашылды, оның ішінде Технониколь заводы ашылды. Талғарда өте мынау инвестицияға өте тартымды жер ғой. Мынау бізге бакат салынғаны үлкен серпін беріп жатыр. Талғарға логистика барды ғой. Мынау 66 километр, мынау Талғар жақтан басталып, анау Қарасай ауданынан бірақ бітеді. Ол инвестицияға өте тартымды болып жатыр. Сондай. Кейіннен мынау Талғар ауданында темір жолдар қиылысы бар, жалпы сондай. Бекеттер бар, Енді Алматы облысын Қазақстан мен Орталық Азияға темекі шегетін адамдар асырап отыр, былай қарасақ. Потому что бұл табачканың орталығы да. Бүкіл Орталық Азия бойынша темекінің, табак индустриясының Алматы облысы орталығы. Сол сіздердің жарты салықтарыңыз осы темекіден келеді. Сіз осы енді сіздің алтын сиыр ғой былай қарағанда. Соларға барып тұрып кездесесіз, олармен сөйлесесіз бе? Қалай болып жатыр? Енді мынау темекі болғанда көбінесе ол мынау акциздік төлемдер ғой. Акциз ғой. Акциз. Әрине олардың жағдайын білеміз. Енді ол действительно бізге үлкен салық түсіріп жатыр. Қазір күнге 2 темекі фабрикасы жұмыс жасайды. Ол Philip Morris, GTI. Үшіншісі қазір Қарасай ауданында салынып жатыр. Ол KTNG деген кореялық темекі фабрикасы. Жоба бойынша келесі жыл ақпан айында уже іске қосылады. Уже өндіріс басталады. Сондай. Жалпы әрине олардың жағдайын білеміз, түсінеміз. Олармен диалог жүруде қандай қиындықтар бар екенін білеміз. Басқа мемлекеттік органдармен бірге жұмыс жасаудамыз. Енді ең бастысы оларға мынау нарықта салық төлеп істеп жатқан соң сырттан акциз төлемей контрафакт болмау оларға өзекті мәселенің бір болып тұр. Сондай. Бір қауіпті, сіз үшін қауіпті, егер олар ірі бизнес болып кетсе, олар ірі бизнес өзі де. Олар ірі бизнес. Корпоратив табыс салығын олар республикаға төлейді. Ал акцизбен кейін бағанағы жеке табыс салығын ол жергілікті бюджетке төлейді. Сонда көп адамдар білмейді, осында акциз бәрібір жергілікті бюджетке қалады, егер сол жерде өндірілген болса, осы жерде қалады. Егер сырттан алып келген товар болса, ол шекарада төленген акциз болса, онда республикалық бюджетке кетеді. Енді қараңыз, акцизден түсетін ақша көп па, КПН көп олардан? Олардан акциз көп шығар. Ең майлысы сізге келді ғой. Иә. Өйткені өндіріс осында болғансын. Тағы осыларға бір сұрақ бар да. Бұлар андай дәстүрлі темекі шығады, классикалық. Бірақ қазір бәрі ақырындап ана неге өтіп жатыр. Система нагревания табака дейді. Айкос сияқты стиктерге өтеді. Мен ойымша стиктер әлі шығармайды. Кейін бәрі өтіп кетсе, бұлар қиналып қалмай ма? Бұларға бір жаңа неге өтуге сіздер бір мотивация бересіздер ме? Жаңа неге өтіңдер? Енді бұлар үлкен трансұлттық компаниялар ғой. Мынау жалпы бұл компаниялар ол өндіріспен басқа елде де айналысады. Егер осы жерде инвестициялық тартымдылық болса, осы жерде де өндіруге бұлар дайын. Сондай. Ондай сұрақ талқыланған болатын парламентте де, мүмкіндіктер берсек, әрине олар осы жерде де оны өндіріп, ары қарай экспортқа шығарады. Бүгінгі күнге бағанағы Philip Morris'тің ондай жобалары бар. Кейіннен мынау KTNG компаниясының оның да ондай екінші этап несі сондай ойлары бар осы жобада. Сол себептен ол эволюционно өзі келеді, өйткені жыл сайын статистика бойынша 10-15% мынау классикалық сигареттен бағанағы нагревательная системаға көшіп жатыр. Ол дүниежүзілік тренд сондай. Сондай. Енді тағы бір сұрақ, автопром. Енді көп облыстар қазір автопром ашып, соның арқасында кішкене салықтарын етіп, адамдарын жұмысқа орналастырып, сөйтіп нетіп жатыр да. Сіздерде автопром мәселесі қалай? Не істеуге болады? Біз бірнеше компаниямен сөйлестік, Қытайдың компаниясымен. Қызығушылық бар.
енді диалог та бар олармен. Енді мүмкін осы 1-2 жылда бір өндірісте болып қала ма деп ойдамыз. Ең бірінші біздің қызығушылығымыз ол әрине мынау кіші кірім фермерлерге ауыл шаруашылық техникасы. Кейіннен бізде мынау климатта, табиғатта оңтүстік болған соң ерекше экспортқа да мүмкіндік бар. Андай мотоцикл, мотороллер шығару. Өйткені оған сұраныс болады деп ойлаймыз. Әрине коммуналдық техника жетіспеушілігі біз бәріміз сеземіз. Ол анау көше сыпыратын, даже мынау төтенше жағдайларға арналған техника. Содан бастасақ па деген ойымыз бар жалпы. Ал енді басқа жоғары технологиялық авто өндірушілер келіп жатса, әрине оларға мүмкіндік жасаймыз. Самокат. Велосипед, самокат болсын, басқасы болсын, әрине ол бүгінгі күнге енді қарапайым техниканы шығарсақ, соған сұраныс болса, бағасы сырттан келгеннен төмен болса, біздің ойымыз сондай. Ол жақта бір жағынан адам да көп жұмыс істейді, екінші жағынан төңірегімізде Орта Азия елдері бар, сол жаққа экспортқа да үлкен мүмкіндіктеріміз бар. Енді Қонаев, казино, сіз енді әкімдердің бәрін ең жақын казиноға отқан адамсыз ғой. Ең жақын казиноға отқан әкімсіз. Олардан салық. Оларда салықты генерация жақсы ғой. Оларда республикада ма, бізге облыстағы ма? Казино жалпы оның ішінде ойын, игорный бизнес дейміз ғой. Ойын бизнесі. Ойын бизнесі. Олардың салықтары өте қомақты. Бүгінгі күнге былтырғы жылда 90 миллиардқа дейін сондай салық төледі. Оның үстіне 3,5 мыңнан астам адам жұмыс істейді ол жақта. Әрине ол бүгінгі күнге Қазақстанда 2 жерде ғана ғой енді. Ақмола облысында, кейін бізде 5 казино, 6 бағанағы игровой автомат залдары бар. Қазір енді лудомания басқа бойынша заң қабылданып сондай жұмыстар жүріп жатыр. Жалпы оларға қатаң регулирование болмаса да болмайды. Ол өте дұрыс. Өйткені оған бағанағы жас балалар, басқалар кіруге шектеу қойылғаны ол өте дұрыс. Бірақ ол сфера бағанағы толық регулированияда болған дұрыс. Өйткені қазір ең үлкен проблема, мен ойлаймын, бағанағы лудоманияда ол онлайн казино. Онлайн бағанағы ставкілер сондай. Ал мынау офлайн казиноға барған адам әрине ол удостоверениесін көрсетеді, содан кейін ғана кіреді. Егер құқық қорғау органдардан немесе туыстарының талаптары болса, ол адамға шектеу қояды кіргізуге. Сол себептен салық бірақ сіздерде әрине салық облыста республика кетпейді. Салық облыста қалады, иә. Егер олар бағанағы букмекерлік компания болды, олар үлкен бизнеске айналды да, олардың мынау корпоративті табыс салығы республика кетті, қалған салықтары осы өңірде қалды. Негізі казинодағы ең дұрыс система шетелдіктен бәрін біздің казиноға келіп біздің адамдарды көп ойнатпай, шетелдіктерді ұшып кететін бар ғой, өзі ақшалармен келетін. Енді шетелде де ондай тәжірибе бар ғой. Мынау оңтүстік Кореяда, Беларусьта бар, өздерінің азаматтарына тым бағанағы шектеу қойып тастаған. Олар кіре алмайды да өз паспортымен. Бірақ шетелдіктерге кіруге болады. Ол тәжірибені жалпы қолдануға да болады, неге болмайды. Өйткені туризм дамыту керек қой. Игровой туризм. Ол қаншалықты күндіз тауда жүретін туризм болса, бірақ кешке адам демалады, не шопинг, немесе ресторанға барады. Оның арасында ойынға құмарлар да бар. Сол себептен Алматы облысында 11-ге жуық сондай туристік дестинациялар бар. Ол тәжірибені де қолдануға болады ол жерде. Осы жерде бір сұрақ. Алматы облысының бір проблемасы ұялы байланыс. Көп кейде ұстамай қалады да. Сол кезде жаңағы немен салықпен енді жүру керек, төлеу керек, QR-ын төлейін десе төлей алмайды. Сонымен бәрі қалталарынан жаңағы наличный қолма-қол ақша алады да. Ұялы байланыс оператормен сізде бір диалог бар ма? Сөйлесіп жаңағы не вышкаларыңыз қойылған? Енді ұялы байланыс операторлармен
олармен диалог бар. Енді соңғы қосқанымыз ол сол Freedom Telecom Көлсайда толық антенналарын қойып жұмыс бастады. Кейіннен мынау Қапшағайдың жағалауында ары қарай да жұмыс жасаймыз. Енді біраз ауылдар көп емес, 3-4 ғана қалды, толық мынау интернет жүргізілмеген. Оны қазір операторлар көп қой, қызығушылыққа байланысты. Егер олар сол жақтан пайда көретіндей болса, солармен, олар болмаса, мынау ұлттық операторымыз бар, Қазақтелеком, ары қарай сонымен жұмыс жалғастырамыз. Жалпы Алматының төңірегінде де кейбір жерде интернет жоқ болады, байланыс жоғалады. Сол себептен ол жүйелі түрде жұмыс, анау оптоволокон өткен соң ол проблема шешіледі деп ойлаймыз. Жақсы, енді Алтын Орданың енді кезінде мемлекеттің оған көп тісі батылған жоқ, өзі жеке мемлекет болды, мемлекет ішінде. Қазір енді оны түгел сіздер ішіне кіріп, салық процесстің несін бәрін жолға қойдыңыздар ма? Бүкіл сауданы, әр саудадан салық төленетіндей жағдайға жетті ма? Қалай болды? Алдыңғы жылы ол жұмыс жүргізілген. Ол жаққа толық құқық қорғау органдары, прокуратура, салық органдары барып жұмыс жасады. Соның ішінде біраз миграциялық сұрақтар, біраз бағанағы салық сұрақтары шешілген болатын. Қазіргі күні сол деңгейде. Содан кейін бірнеше рет сұрақтар көтерілген. Сол жақтағы саудагерлерден жаңа салып жатқан орынға біз ақша құйған, біз сол қашан салынып бітеді, қалай қайтарым болады дегендей. Ол сұрақтарда мынау жаңа келген акционерлермен шешілді. Бүгінгі күнге осы мынау жұмыс ретінде бәрі жұмыс жүріп жатыр. Жалпы олардың салық төлеу деңгейі ұлғайды. Қазір қанша салық алып келеді? Есіңізде болса. Қазір толық айта алмаймын, жеке жіберейік. Бірақ ең басты толық мынау жұмыс орындары, сауда орындары. Кейіннен оның ішінде тек қана сауда емес, оның ішінде жатақханалары да бар, басқа құрылыстары да бар. Соның бәрін тіркеу алдық. Ары қарай уже мынау салық органдары әкімшілендіру сол жақта жүргізу керек. Енді біз бір жақсы біз жеке бастың мәселесін сұрамаймыз да. Айлығыңыз қанша, сағат қандай, ондай сұрақ қоймайды. Бірақ енді бір сұрақ Іле ауданының әкіміне қатысты. Іле ауданының әкімі жаңа қызметтік өзінің өкілеттілігін асыра пайдаланды деген айыппен ол жаңағы мусор полигонына қатысты, қоқыс полигонына қатысты ұсталды, оны жақсы білесіз. Енді ол кісі сізге тікелей бағынышты болып табылып, сіз оны тікелей басты болып табыласыз ба? Бұндай жағдайда жалпы осы мәселеге сіздің көзқарасыңыз, өзіңіздің пікіріңіз қандай? Енді әрине ол аудан әкімі болған соң мен тікелей басшысы болам. Енді бұл мәселе бойынша бізде талқылағанбыз алдын ала, ақпаратты алғаннан бері. Кейін құқық қорғау органдарына хат жібердік, тексеріс жүргізсін деп. Одан кейін президент әкімшілігіне хат жібердік жұмыстан босату бойынша. Ол бір. Екіншіден, қай мезгілде бұл бағанағы өз қызметін пайдаланған. Егер бағанағы полигонды айтатын болсақ, ол 19 жылы бағанағы қолданысқа бағанағы кәсіпкерлерге берілген. Ол бір. Екінші жағынан ол кісі қазір жұмыстан босатылды. Босатылған себебі оның бағанағы мезгілі бітті. Ол мезгілі 2 жылға созылған болатын. 2 жылға созылған соңғы жұмыс күні сол кезде сол арестке дейін таққанғанша айып соға дейін ол күндері біткен. Сондай. Оның өкілеттілігі біткен. Одан кейін ұсталды ма? Бірінші оның мерзімі бітіп, одан кейін ұсталды. Оның мерзімі бітті. Ол өйткені мынау ротацияға сай, ол саяси қызметкер болған соң, оның өзінің мезгілі бар, жұмыс істейтін. Сол мезгілі біткен соң одан кейін ұсталды. Онда кішкене бір разъяснение керек. Сіз онда отставкаға жазу керексіз бе, онда керек емес па бұндай кезде? Жалпы ол ұсталған кезде ол уже қызметкер болмады. Айып таққан кезде. Кейіннен бұл жерде бағана айтып тұрмын ғой, қай мезгілде ол бағанағы өзінің қызметін пайдаланған.
ол бағанағы егер полигон сияқты болса, ол 19 жыл берілген болатын. Сондай бар. Енді екінші жағынан әрине неге заңға бәріміз бағынамыз, кейін қойған талаптарға бағынамыз. Егер бізді жұмыстан босатамыз десе, ол саяси қызметкер болған соң, ол ешқандай мезгілге де ештеңеге қаралмайды. Сондай системасы бөлек. Иә. Жаңа әкім мәселесі шешілді ме? Жаңа әкім бойынша біз бірнеше ұсыныс бар біз тараптан. Сол себептен ары қарай оның өзінің де рәсімдері бар, келісімдері бар. Содан кейін тағайындалатын болады. Бүгінге оған ешқандай бір шектеу жоқ. Жақсы, енді менің негізгі дайындап келген сұрақтарымды және өзімнің білейін деген заттарымды білдім. Өзіңіздің алып қосар айтарыңыз, мына жерде айтылмай қалды, осы мәселені айтайын деп едім, бірақ айтылмай қалды деген мәселе бар ма? Енді жалпы қазір өңір туралы айтсақ, негізі қарқынды келе жатыр даму. Бізде бағана ВРП бойынша егер 10-шы орында болсақ, былтырғы жылды 5-ші орында бітірдік. Бағана сіз айттыңыз, біз салық жинаудан 4-ші орында екенбіз деп. Ал мынау валовый региональный продукт біз 5-ші орынмен былтыр жаптық. Біздің алдымызда сол Алматы, Атырау, Астана, Қарағанды. Биылға жоспарлан қандай? Енді жалпы Алматы облысы бір 7-ші орыннан көтерілмеген екен. Көтерілмеген. Иә. Сонымен хотя бы сол бір 7-нің ішінде қалу. Әрине біз түсінеміз, мынау көп өндірісі бар облыстар, кейіннен бағана кен орындары бар облыстар, олар көбінесе сол анау халықаралық бағаға тәуелді. Егер баға өссе, олардың да бағанағы ВРП өседі. Егер баға төмендесе, ол да төмендейді. Бізде кішкене экономикамыз ерекше. Біз әр өндірісті орнатсақ болады. Сол себептен біздің облыс бағана кейін 2 жоба, Алатау қаласы, Қонаев қаласы төңірегінде құрылып жатқан бағанағы индустриялық аймақтар, ол жалпы облыстың ғана емес, республика деңгейінде осы экономиканың диверсификациясына әсерін тигізеді деген ойдамыз. Егер Алматы облысы қарқынды дамыса, диверсификация болса, ол кезде бүкіл бағанағындай донорда боламыз, ары қарай республиканың дамуына да үлкен серпін береді. Өйткені біздің бір жағынан климат, екінші жағынан орналасқан жеріміз, үшінші жағынан мынау Алматы үлкен нарық біздің жанымызда тұр. Кейін Өзбекстан мен Қырғызстан да алыс емес, Қырғызстан шекаралас, ал Өзбекстан болса осы жерде үлкен транзитке де қосылуға үлкен мүмкіндіктеріміз бар. Ол тек қана бағанағы Жетісу облысы сіз айтып жатсыз, жалпы Алматы облысының әлеуеті бар. Қазір бүгінге үлкен жоба келесі жылы уже аяқталып та қалады. Ол Жетіген Қазбек темір жолы. Ол айналма жол, Алматыны айналып өтетін темір жол. Сол кезде біздің мынау 2 үлкен узловой станция, ол бір жағынан Жетіген, екінші жағынан Қазбек, екеуі де қатты дамитын болады. Қазір күнге сол 2 жерде де бағана индустриялық аймақ құрудамыз. ПСД-сін жасап жатырмыз. Сол кезде өндірістерде ол бір жағынан транзит, екінші жағынан ол өңдеу болады, кейін бағанағы сақтау, ары қарай экспортқа үлкен мүмкіндік береді. То есть үлкен хаб жасауға мүмкіндіктеріміз бар. Және болашақ чипс королесі ғой. Чипс ашылады, чипс соны айтсаңызшы, чипс туралы. Чипс деген ол да үлкен жоба, бірақ ол жалғыз үлкен жоба емес. Ол да трансұлттық компания ғой, енді PepsiCo. Ол келсе, ол қазіргі енді жаңа осы соңғы жылдары үлкен америкалық компанияның келген біріншісі болады. Әрине біз сол себептен оған көзқарасымыз басқа. Бренд Лейс. Ол тек қана өндіріс емес, екінші жағынан ауыл шаруашылығында артынан тартады деген жоба ғой. Ол бір жағынан біздің ауыл шаруашылығын тартса, екінші жағынан анау солтүстік өңірлерден Павлодар, солтүстік Қазақстан, сол картоп егетін мекендердің
мүмкіндіктері, оларға да жол ашылады. Нарынқол картоп индустрия қалды ма Нарынқолда қазір? Нарынқолда әрине бар. Нарынқол деген где-то бір 5000 гектар жылына егіледі орташа есеппен. Жалпы жаман емес, өзіміздің картопымыз өзімізге жеткілікті, бізге даже артығымен қалады, Алматыға да жеткізеді. Бірақ енді чипсыдың кішкене оны жұмыс жасау керек, онымен сорттарын басқасын, оны анау пепсикамен алдын ала диалог келісім сөздері бар, олар біздің шаруашылықтарға көмектеседі. Ол бір жағынан картоп бөлек, ал ол чипсыға қосатын қосымшалар көп қой. Оның ішінде сыр да бар, бағанағы көкөніс те бар, әр түрлі бұрыш бар, басқа бар. Онда өсіруге бізде үлкен мүмкіндіктер бар. Пияз бар, оның ішінде көп нәрсе шығады. Өйткені тамақ тағам болған соң, оны әрине біз үлкен бір экспорттық жоба деп есептейміз. Бірақ сондай-ақ қазір 2 жобамыз бар, оның ішінде жүгері мен бидайды терең өңдеу. Оларда жоғары технологияларды пайдаланады. Терең өңдеу, ол тек қана комбикорм, жем, шөп шығару емес. Ол жақта енді терең өңдеп, мынау аминокислоты сондайға дейін барады. Осы 2 үлкен жаңағы Қарасайдағы темекі фабрикасы, Кетенжи, сосын Лейс қой, енді ең үлкен біздің күтіп отырғанымыз. Кетенжи, Лейс, анау бізде өзіміздің жергілікті инвестор бар. Бізде Алтын Таға деген мекеме үлкен, ол уже бірінші кезеңін бітіріп жұмысын бастап кетті. Кейіннен Югра ауданында Примақұс деген бар. Кейіннен анау Шинлайн, ол екінші кезеңін ол да уже қолдануға жіберіп бастады. Жалпы Алматы облысы мынау ауыл шаруашылығы облысы болып есептелінетін ғой. Бүгінге оны біз жоғалтпай, оны ары қарай дамытайық деп атамыз. Өйткені 84% халқымыз сол ауылда тұрады. Ол үшін әрине ауыл шаруашылығы үшін ең бастысы мынау су жүйелері ғой. Онда үлкен жоба, бүгінгі күнге министрлікпен келісіп істеп жатырмыз. Біздің прогноз бойынша келесі жылы нақты жұмысқа кіріссек па деген. Өйткені су жүйелерін жөндемей ауыл шаруашылығын көтеру өте қиын болады. Әрине су үнемдеу технологияларын қолдану. Ол да ойымызда бар. Биыл 18 мыңға жуық гектарды қостық су үнемдеу технологияларына. Жалпы осы биыл келесі жыл 50 мыңға дейін қоссақ па деген ойымыз. Әрине бағана айтқанымдай, аудандардың өз мамандырылған сфералары бар. Сол себептен ол жақта қазір біз көптеген мемлекеттік программалар бар ғой. Ауыл аманатын алатын болсақ, оны егер Балқаш ауданы болса, әрине малға береміз. Талғар еңбекші қазақ ауданы болса, оны көбінесе мынау өсімдік өсіру. Егер қалаға жақын болса, онда басқа бизнестерге береміз. Сондай. Әр өз мамандыру бойынша сондай талап қоямыз. АЭС салынса, онда ВРП шығады ғой. АЭС салынатын болса, ВРП шығады ғой. АЭС мәселесі енді референдумды күтіп отырмыз. Соның нәтижесі бойынша ары қарай мен ойлаймын қарқынды жұмыс болады. 15-12 миллиард доллар, оның ішінде 3 миллиард доллар местный жаңа құрылысқа келетін болса, онда құрылыстың үлесі артады, жаңағы структура экономикасын тарту керек, қатты тарту керек. Жан-жақты дайын болуымыз керек қой. Егер ондай шешім қабылданып жатса, біз мына жақтан уже специалистер дайындау, ол жерде бағанағы үй мәселесі басқаларында оны пысықтап шешу керек болады. Үлкенге жол. Енді үлкен нелер құрылыс басталса нелер кетеді, КАМАЗдар нелер кетеді. Үлкенге жол. Енді ол үлкен жолдың бойында ғой. Жалпы жолдың бойында, сол себептен анау үлкен тас жолдан ғана бұрылып кішкентай ғана жері бар. Жалпы ол жол инфраструктурасы бүгінгі күнге бар. Енді ары қарай адам көп шоғырланған жер болып жатса, бүгінгі күнге ол кішкентай ғана ауыл ғой. Ол кезде бағана үй мәселесі, басқа мәселесі онда пысықтау керек болатын болып тұр. Сондай Жамбыл ауданына енді ол мүмкіндік бір жағынан. Екінші жағынан ол тек қана біздің
аудан емес, облыс емес, жалпы елімізге үлкен мүмкіндік қой. Бүгінгі күнге біз мынау электроэнергияның дефицитін сезудеміз. Облыста бар ғой. Әрине бар. Бір жағынан ол, может, генерация жағынан оны специалистер айта алады, бірақ бағанағы подстанция жағынан біз дефицит сезіп тұрмыз. Өйткені мынау тамшылатып суғару немесе бағанағы жаңбырлатып суғару жүйелерін қою үшін оған да электроэнергия қажет, трансформатор керек. Сол себептен оны дамыту осы біздің қазіргі ойымызда, мойнымызда. Қазір бірнеше инвестормен сөйлесіп жатырмыз. Сол завод ашу бір жағынан, екінші жағынан көптеген жобалар бар. Мынау альтернативті балама энергетика саласында. Алматы облысында бізде жел де бар, күн де бар, су да бар. Сол себептен сол жағын. Кейіннен мынау көмір станциясын. Қазіргі күні технологиялар толық экологияға сай, онда фильтрлары басқаша. Онда жасауға болады. Ол мынау бір жағынан тез істеуге болады, екінші жағынан бағана экологиямен бүгінгі экономикаға пайдасы да тиеді. Сондай ойларымыз бар. Өйткені облыс өсіп жатыр, бізде халық саны да күннен күнге өсуде. Ал инфраструктурамыз оның артынан үлгермей жатырмыз. Сол себептен үлкен жобаға бару керекпіз. Бізде былтырғы жылы 16 мың бала 11 класс бітірсе, 1 классқа 36 мың бала барды. Екі еседен артық да өсім бар. Демографияны сұмдық қой, демография өте қатты. Демография бар, миграция бар. Сол себептен сондай. Енді Алматы облысы ең диверсификацияланған, әлемдік бағалардан қорғалған. Әлемде не болса да Алматы облысына ештеңе болмайды. Өйткені бірінші тамақ, FMCG дейді, енді халыққа күнделік керек. Ішетін су бар, жейтін тамағы, темекісі, осының бәрін беріп отқан Алматы облысы. Сондықтан сіздерде ең бір американский жүйе дейді, образцовый, үлгілі жүйеде. Әрине, сондықтан сіздерге бір жақсы жері бар. Ол сіздер артқа кетіп қалмайсыздар да. Баға құлап қалса, сіздер құлап қалмайсыздар да. Сіздер жүре бересіздер. Енді глобальный конкуренция бар ғой. Тамақ жағынан болса, импорт болса, ол бізді, егер импорттың бағасы бізден төмен болса, әрине біздің шаруаларға қиын болады. Былтыр бір жағдай болды. Қырғызстаннан әріптестеріміз келіп, сол Қырғызстанда да картоп көп өсіреді ғой, ар жағында, Ыстықкөл облысында. Олардың бағасы бізден қымбат болды. Не себептен десек, өйткені бізде шаруаларға қолдау бар. Арзандатылған солярка бар, бағанағы төмен лизинг бар, басқа мүмкіндіктер бар, субсидиясы бар. Соның әсерінен біздің продукция бәсекелестікке жарады. Ал егер ондай бір жағынан қолдау болу керек, екінші жағынан әрине шаруалар түсінеді, қазіргі күнге өнімділікті арттыру керек. Ол үшін технология қолданбай, әрине ол болмайды. Сұраныс болу үшін былтыр проблема болды бізде жүгері мен пияз бойынша. Сақтау оны. Сақтау мәселесі. Егер сақтау шешілсе, ол кезде ешқандай проблемасыз басқа мезгілде оны қолдануға, сатуға болады. Өңдеу мәселесі. Сол себептен. Сақтаудың технологиясы қымбат па? Көбісі бізде бір пиктен бәрі жинайды ғой. Пик сол сақтаумен көбісі айналды, көп құнттамайды. Сосын бірден полядан сатып жібереді жаңағы. Содан кейін келешілік күтіп отырады. Біздің облыстың ерекшелігі, біздің шаруашылықтар көбінесе үлкен емес, шағын шаруашылықтар. Олардың әрқайсысы сақтаумен, өңдеумен айналыса алмайды. Үлкендер айналыса алады. Біздің мақсатымыз сол кооперация. Сондай жасау. Ары қарай мынау сақтайтын, өңдейтін жер болса, кішкентай шаруашылықтар соларға өткізеді. Қазіргі күні жеміс-жидек болсын, басқасы болсын, бізде облыста жеміс-жидек бойынша біраз Ұйғыр ауданында бар, Еңбекшіқазақ ауданында бар, Іле ауданында бар. Сол өндіріп сақтайтын мүмкіндіктер. Сол себептен алма, басқа шырын шыққандары ол
біздің облыста шығып жатыр. Жалпы бүкіл сусындардың 60%-не дейін осы Алматы облысынан шығып жатыр. Сонда олар сақтағанда бірден апарып сатпайды, жаңа сатуға береді, өзінің бір аренда төлейтіні бар. Содан кейін қымбаттағанда өзі шығарып алып сата алады да. Ол бар. Екіншіден өңдеу. Өңдеуге бересіз, өңдеуге бірден бере салады. Аналар паста жасайды. Егер жақсы мынау товарный вид болса, оны сақтауға да болады. Сондай. Ақшасын бірден алады. Ол былтыр 3-4 теңге болған ғой деймін, килограмм бір айға сақтау алманың. Жалпы көп емес, егер бағаны салыстырсақ, мынау күзгі баға мен қысқы бағаны өте тиімді. Екі есеге барады, екі еседен асып кетпесе. Былай 3 ай ғана төлейді, 10-15 теңге шығады. Келелі экономикалық, бюджеттік, қаржылық бір қызық әңгіме болды. Кәсіби әңгіме. Үлкен рахмет. Бізде өңірлер экономикасы подкастында қонақта Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев болды. Марат Үлесұлы. Үлкен рахмет сізге келгеніңізге, және осы ең бір күйіп тұрған сұрақтарға жауап бердіңіз. Рахмет. Жақсы күндерде кездесейік. Жақсы.